Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай апельсин қосылған өте дәмді болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек ыдыстарға бөліп алатын боламыз. Содан соң жұмыртқаның сары уызына қант қосып, әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Майларыңыз міндетті түрде жартылай еріп, қатты болмауы қажет. Содан соң апельсиннің цедрасын үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Әрі қарай сол апельсиннің жартысын кесіп алып, согын құятын боламыз. Ұнға разрыхлитель, куркума қосып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Келесі бізде жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз қосып, барлығын әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Қою массамызға жұмыртқаның ақ уызын салып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Қыздар, мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген қызықты рецептер бар. Барлығы осындай біркелкі масса болғаннан кейін формамызға салып аламыз. Барлығын біркелкі етіп, бетін тегістеп жайып аламыз. 170 градуста қызып тұрған пешімізге 50 минутқа салып, пісіріп алатын боламыз. Піскенін шпажканың көмегі арқылы біле аласыздар. Мінекей біздің кексіміз дайын болды. Енді осыны суығаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлеулеріңізге болады. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадын алып, ертіп, осылайша кондитерлік қалташаның көмегімен шоколадтарды жағып шықтым. Үстіне миндальные слайсыды сеуіп, осылай әдемі етіп кексті пісіріп алдық. Достар, видеом ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар. Келесі видеом көріну үшін. Осымен біздің кексіміз дайын болды. Отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.